Степногорск қаласының 55 жылдық мерейтойы қарсаңында бір қатар нысандар ашылып жатыр. Солардың бірі қыз-жігіттердің бас қосып жиналатын орны Алтыбақан. Бұл қазақтың тұрмыс салт ойына, қандай да болмасын жиын тойдың өтетін орны. Жастардың бас қосып көңіл көтеретін ойын сауығы. Аталған ұлттық ойын алаңының салтанатты ашылуы Саябақ аумағында аптаның бейсенбісінде болып өтті. Аталмыш рәсімге шаһар әкімінің орынбасары Гүлназ Әбілова арнайы қатысты. Алиф органик деген бізде ТО бар. Осы ТО бізге ақша бөліп, екі Алтыбақан орналасты. Мен ойлаймын, біздің қаламызға осы қазақтың дәстүрін көтеруге, қазақтардың тәрбиесін көтеруге бір жақсы орын болады деп. Бәрімізді құттықтаймын. Сонымен бірге бұл күні қала жастары мен өнерпаздары да бой көрсетіп, өз өнерлерін көрерменге тарту етті. Алтыбақанның ашылуы шынымен үлкен той секілді атап өтілді. Арнайы қойылымдар ұйымдастырылып, көпшілік назарына ұсынылды. Дәл мұндай Алтыбақанды ашудағы мақсат ұлттық дәстүрлерімізді жаңғыртып, атадан балаға мұра ретінде қалдыру болса керек. Қала жастары кешкілік бос уақыттарын Алтыбақан маңында сәнді әрі қызықты өткізеді деген үміттеміз. Айта кетейік, айтулы мәдени іс-шара елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы шеңберінде іске асырылуда.